Ассалаумағалейкум достар. Көптеген елдерде спортшыларға өз спорт түріне немесе олары қатысатын жарыстарға бәс тігуге тыйым салынады. Дегенмен түрлі деректері бойынша аяқ допшылардың жартысынан көбі букмекерлердің қызметтерін пайдаланады. Олар өз командаларының матчтарына, ал кейбіреулері тіпті өздерінің өнеріне бәс тігеді екен. Оңай ақша кімді қызықтырмайды десеңізші, тіпті әлемдік деңгейдегі жұлдыздар да одан бас тартпайды. Бүгін біз ойынға бәс тігіп, олжаға кенелмек болған футболшылар туралы және оларға қандай жаза берілгені жөнінде айтып береміз. Жаза кінәнің дәрежесіне байланысты. Әр спорт федерациясы өз ережелерін белгілейді, бірақ жалпы тәртіп бірдей. Мысалы, егер сіз футболшы болып, басқа лиганың матчына ақша тіксеңіз, ескерту беріледі. Өз лигаңызға айыппұл арқалайсыз, ал өз командаңызға бәс тіксеңіз, айыппұл және ойыннан шеттеу қарастырылған, тіпті өмір бойына. Әр букмекерлік кеңсенің ережесінде былай деп көрсетілген: егер клиенттің нәтижеге әсер ету мүмкіндігі болса, немесе спортшыдан, агенттен, жаттықтырушыдан, төрешіден, клуб қызметкерінен және спорттық іс-шараның басқа қатысушыларынан ақпараты болса, букмекер бәс қабылдаудан бас тарта алады. Дегенмен бұл ережені айналып өтетіндер баршылық. Сонымен ойынға бәс тіккен футболшылармен таныс болыңыз ағайын. Манчестер Юнайтедтің аты аңызға айналған жартылай қорғаушысы Пол Сколс мансабын аяқтағаннан кейін 140 рет ойынға бәс тіккен. Оның ішінде Манчестер Юнайтедтің матчтары да бар. 2015-2019 жылдар аралығында ол Селфорд Сити клубының акционері болған. Англияның қолданыстағы заңнамасына сәйкес мұндай қызметтегі адамдарға ойынға бәс тігуге тыйым салынған. Дегенмен Сколс Манчестер Юнайтедтің 8 матчына бәс тіккен, ал сол кезде клубта Ники Бат пен Райан Гиггс еңбек етті. Екеуі де Селфорд Ситидің тең иелері. Статистикаға жүгінсек, Сколс букмекерлік кеңседе жиі сәттілікке жетіпті. Жалпы айналымы 26 000 фунт, таза табысы 6 000 фунт. Айыпталушылардың Сколстың матч нәтижесіне ықпал еткенін дәлелдейтін айғақтары болмаған. Дегенмен Англия футбол қауымдастығы оған 8 000 фунт көлемінде айыппұл салды. Ақыры Сколс кінәсін мойындап, ережені бұзғанын растады және кешірім сұраған. Ағылшын футболының аңызы Уэйн Руни бәс тігу дауына өзі ғана емес, отбасы мүшелерімен делінді. 2010 жылы оның әкесі мен інісі Мазервелл ойыншысы Стив Дженнингстің төрешіден кенеттен қызыл қағаз алуына қатысы бар деген күдікпен қамауға алынды. Бұл 14 желтоқсанда Шотландия чемпионатындағы Хартсқа қарсы ойында болған оқиға. Ойынның аяқталуына жақын қалғанда Дженнингс төрешіге қол көтеріп алаңнан қуылды. Бұл эпизод 11 коэффициенті бар үлкен бәс қабылдаған букмекерлік кеңсенің ерекше назарына алынды. Болжам жаңа ғана тіркелген аккаунттан жасалған еді. Дәл осы ойыннан кейін Черногория мен Англия құрамалары арасында өткен кездесуде жүйкесі сыр берген Руни алаңнан қуылған екен. Бұл оның туыстарының тұтқындалуына байланысты болуы әбден мүмкін. Бұл мәселе ағылшын шабуылшысының мансабындағы жалғыз қиындық емес еді. Спортқа бәс тігуге жауапкершілікпен қарау жайлы баяндайтын бақылауда статты хикая жарық көрді. Жобаның авторы 32 Red бәс тігу платформасы. Бұл компания сол кезде Уэйн Руни жаттықтырған және кейде ойыншы ретінде алаңға 32-ші нөмірмен шыққан Дерби Каунти клубының демеушісі болды. Аталған хикаяда Уэйн Руни құмар ойындарға тәуелді болғанын мойындады. 5 ай ішінде ол 700 000 фунт ұтылған, тіпті казинода 2 сағат ішінде 65 000 фунт ақшасынан айырылған күні де болған екен. Айта кету керек, ойыншының Манчестер Юнайтедтегі ең жоғарғы апталық жалақысы 300 000 фунтты құраған еді. Руни мұның барлығын былай деп түсіндірді: Англия құрамасы және МЮ клубымен сырт алаңда өткізілетін матчтар кезінде ол қонақ үйде 10 күнге дейін қалуға мәжбүр болған. Зерігіп көңіл көтеру үшін спортқа бәс тігумен айналысыпты. Пари тіккенде ол тек мобильді телефон қолданған, сондықтан шынайы ақша жоғалтып жатқанын сезбепті. Тек ірі көлемде ақша атылған соң ғана Уэйн бойындағы мәселені түсініп, бұл әдеттен бас тартуға шешім қабылдады.
Хорват шабуылшысы Ивица Олич 2016-2017 маусымда Мюнхен 1860 клубында өнер көрсетті. Сол кезде ол ойындарға бәс тіккені үшін 2 матчқа шеттетіліп, 20 000 евро айыппұл арқалады. Ол тек екінші Бундеслига матчтарының нәтижесіне болжам жасаған. Өз командасының ойындарына бәс тікпегендіктен жазасы аса қатал болған жоқ. Достар, Спортпульс сайтында футбол әлеміне толық енуге мүмкіндік бар. Барлық матчтардың лайв нәтижелерін бақылап, өткен ойындардың қорытындысынан хабардар бол. Сондай-ақ сайтта алдағы матчтардың күнтізбесін және чемпионаттардың турнирлік кестелерін көруге болады. Футбол жаңалықтарын Спортпульсте бақыла. Ағылшын қорғаушысы Киран Триппиер досына Тоттенхэмнен Атлетикаға ауысатынын айтып, оған осы трансферге бәс тігуге кеңес берген. WhatsAppқа жазылған хат көпшілікке жария етілді. Англия футбол қауымдастығының ережесіне сәйкес мұндай ақпаратты бейтингте пайдалануға болмайды. Бұл үшін Триппиер 10 аптаға ойыннан шеттетілді. Салдарынан Манчестер Юнайтед оны сатып ала алмады, ал Атлетика 2 айға қорғаушысынан айырылды. 2016 жылы аргентиналық қорғаушы Мартин де Мичелис Манчестер Сити сапында өнер көрсетті. Осы уақытта ол футболға 29 мәрте бәс тіккен. Қорғаушы кінәсін мойындап, 22 000 фунт айыппұл төледі, ал маусымның соңында Эспаньолға ауысты. Саутгемптон аңызы Мэтт Летисье өз өмірбаянында матчтың алғашқы минутында допты аутқа шығарып, ақша таппақ болғанын мойындады. Оның кітабы 2009 жылы жарияланған. Ол кезде футболшы мансабын аяқтап үлгерген. Тек осының арқасында Мэттке қарсы санкциялар болған жоқ. Кітабында Летисье 56 коэффициентке 10 000 фунт тіккенін жазған, бірақ жоспары іске аспады. Қобалжығаннан оның соққысы әлсіз шығып, доп алаңда қалды. Егер ойынның 75-ші секундына дейін аут тіркелмегенде Мэтт барлық ақшасынан айырылып қалуы мүмкін еді. Алайда 70-ші секундта ол допты алаңнан шығарып үлгерді. Осы әрекет арқылы ақшасын қайтарып алды. Бұл оқиғадан кейін ол бәс тігуді доғарыпты. Англия кубогының 1/8 финал аясында өткен Арсеналға қарсы ойында Сатон қақпашысы Уэйн Шоу матч кезінде бәлішше басы дауға қалды. Бәсекенің тікелей көрсетілімін жүргізген операторлар оның бұл қылығын телеарнадан көрсеткен. Ойын басталмас бұрын жергілікті букмекер Шоу трансляция кезінде бәліш жейме деген сұраққа жауап іздейтіндерге бәс тігуді ұсынған. Англия футбол қауымдастығы жүргізген тексеруден кейін Шоудың бұл іс-әрекеті кәсіби футболшының ережесіне қайшы келетіні анықталды. Нәтижесінде оның мансабына нүкте қойды. Бразилия құрамасының және ағылшынның Вест Хэм клубының жартылай қорғаушысы Лукас Пакетаға өмір бойына ойыннан шеттетілу қаупі төніп тұр. Бразилиялық және британдық бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше ол бәс тігіп жүрген достары мен туысқандарына төрешіден әдейі сары қағаз алатыны туралы жоспарларын айтып отырған. Мысалы 2023 жылы наурызда Пакета ағасына Астон Виллаға қарсы матчта осындай әрекетке баратынын хабарлаған. Осылайша ол ағасын туған күнімен құттықтамақ болыпты. Пакета деген орындады. Матчтың 70-ші минутында Джон Маккинге қарсы ереже бұзып сары қағаз алды. Оның достары мен туыстары барлығы 60 адам бұл әрекеттерден $100 000 астам пайда көрген. Сот процесі әлі жалғасып жатыр. 2023 жылы жазда басталған тергеудің салдарынан Манчестер Ситиге жоспарланған трансфері жайына қалды. Футболшы өзіне тағылған айыптармен келіспей отыр. 2005 жылы Италия құрамасының қақпашысы Джанлуиджи Буффон А сериясы матчтарына 2,5 миллион евро көлемінде бәс тіккен. Бірақ бұл сол кезде италиялық спортшыларға заңмен тыйым салынбағандықтан ол жазаға тартылмады. Осы оқиғадан кейін Буффон 2006 жылғы әлем чемпионатына аттанып, жеңімпаз атанды. 2023 жылы 3 италиялық футболшылар Никола Фаджоли, Сандро Тонали және Никола Дзаниола букмекерлік дау-дамайға ілікті.
Фиорентина командасының жартылай қорғаушысы Фаджоли командадағы серіктестерінен 10 мың евро қарызға алғанын айтты. Оның сөзінше олар бұл ақшаның не үшін қажет екенін білмеген. Тергеумен ынтымақтаса бастағаннан кейін жартылай қорғаушы бәс тігуге итермелеген адамның Италия құрамасының ойыншысы Сандро Тонали екенін мәлімдеді. Бұл жағдай елдің 21 жасқа дейінгі жасөспірімдер құрамасының оқу-жаттығу жиыны кезінде болған. Бір матчтың үзілісінде Никола Сандродан не істеп жатқанын сұрағанда ол ізімді суытып бәс тігіп отырмын деп айтқан. Басында Тонали бұл фактіні жоққа шығарғанымен, ақыры ойындарға, соның ішінде өзінің қатысуымен болған матчтарға да бәс тіккенін мойындады. Нәтижесінде Фаджоли де Тонали де жазалды. Италия футбол федерациясы Фаджолиді 7 айға ойыннан шеттетіп, мәжбүрлі түрде лудоманиядан емделуге және 12,5 мың евро айыппұл төлеуге міндеттеді. Ал Тонали 9 айға футболдан шеттетілді. 20 мың евро айыппұл төледі. Ол да мәжбүрлі ем қабылдауға жіберілді. Осының салдарынан Сандро 2024 жылғы Европа чемпионатына қатыса алмады. Ал тергеуде аты аталған 3-ші ойыншы Никола Заниоло жазадан құтылды. Ол футбол матчтарына емес, тек покер мен блэкджекке ғана бәс тіккенін дәлелдей алды. Бәс тігуді ерекше жақсы көретін футболшылардың бірі Джоуи Бартон. Ол Англия премьер-лигасы тарихындағы ең даулы ойыншылардың бірі. Алаңда да, одан тыста өзін агрессивті ұстайтын. Матч барысында қарсыласына 2 аяқпен секіріп, төбелес шығару, ойыннан кейін дөрекі сөздер айтып, сұхбат беру Бартонның әдеті еді. Бәс тігуде де рекорд 12. 2006-2016 жылдар аралығында Бартон жалпы саны 1260 ойынға ақша тіккен. Олардың 42-сі өз ойнап жүрген команданың матчы болған. Тіпті 15 рет өз командасының жеңілісіне бәс тіккен. Бір қызығы, Бартон бұл әрекетін заңсыз деп санамаған. Егер Англия футбол қауымдастығы тергеуді бастаса, премьер-лиганың жартысын қуып шығар еді. Себебі бәс тігу біздің мәдениеттің бір бөлігі. Егер бақылау болса, одан зиян жоқ, дейді Джоуи Бартон. 2017 жылғы сәуірде Англия футбол қауымдастығы оны тұрақты түрде бәс тіккені үшін 18 айға ойыннан шеттетті. Кейін бұл мерзім 13 айға қысқартылды. Дисквалификация аяқталған кезде Бартон 34 жаста еді және ол ұзақ үзілістен кейін футболдағы мансабын аяқтауға шешім қабылдапты. Ал ең күлкілі бәс тігу жағдайы британ шабуылшысы Даниэль Старриджпен байланысты. Англия футбол қауымдастығы оны өз трансферіне ақша тіккізгені үшін айыптады. 2018 жылы Ливерпуль сапында жүрген Старридж туыстарына жақын арада италиялық Интерге ауысатынын айтқан. Тергеу нәтижесінде оның ағасы бұл трансферге 11,5 мың евро тіккені анықталды. Бірақ шабуылшының айтқаны орындалмады. Ақыры кінәлі танылған Старридж 6 аптаға ойыннан шеттетіліп, 90 мың евро айыппұл төледі. Алайда бұл жағдай оған сабақ болмады. Бір жылдан кейін шабуылшы тағы да осындай әрекетке барыпты. Бұл жолы ағасына Вест Бромвич Альбиондағы жалға алу мерзімі аяқталған соң Испанияның Севилья клубына ауысатынын айтқан. Тағы да бәс тігілді және тағы да трансфер орындалмады. Нәтижесінде 95 мың евро айыппұл және 1,5 айлық ойыннан шеттету. Кейін бұл мерзім 4 айға ұзартылған екен. Көріп тұрғаныңыздай, футбол мен бәс тігу бір-бірімен жиі байланысып жатады. Кімнің жазасы тым қатал, ал кімдікі тым жеңіл болды? Пікір жазыңыз. Спорт Пульс Лайф арнасының жаңа видеоларын өткізіп алмаңыз.